Қазір біздің ақтөбелік серіктестіміз Рахымжан мырзаны және ол кісінің жұбайымен таныстырып, осы Ақтөбе қаласында ашылып жатқан біздің Q4 Тұлпар компаниямызды сіздерге таныстыратын боламыз. Ноябрьде сөйлестік, декабрьде уже аша қойдық осы компанияны Q4 Тұлпар Ақтөбе деп. Алғысымыз шексіз Талғат Сақанға, Тәкенің семьясына да, папасы, мамасы бәрі де осылай Алла разы болсын, осындай ол тапқанына, осындай дәрежеге жеткізіп, осылай тәрбие беріп. Қуанышты жаңалығымыз, мына Автосет Орыстың компаниясын алып тастаймыз, өзіміз ғана жұмыс істейтін боламыз. Q4 Тұлпар компаниясы. Негіз қазақ бір-бірін қолдап үшінші. Байса қазақтан байсын, тек қана алға. Ассаламалейкум достар, біз Ақтөбе қаласындамыз. Қазір біздің ақтөбелік серіктестіміз Рахымжан мырзаны және ол кісінің жұбайымен таныстырып, осы Ақтөбе қаласында ашылып жатқан біздің Q4 Тұлпар компаниямызды сіздерге таныстыратын боламыз. Және де қазір біздің команда Ресей қаласына барып, білім тәжірибе жинақ келді. Жалпы қазір Рәкеңе сөз берем, өзін таныстырып, қалай басталды біздің жұмысымыз, барлығын сіздерге айтып өтсін. Рәке. Ассаламалейкум достар. Ал енді мынау біздер осыдан 2 жыл бұрын бір жағдай бар, мен Тәкені YouTube-тан көріп, прямой телефонына звондап, сол кезде телефон алмай шығар деп едім, андай дәрежеге жеткен кісі деп телефонды алды. Жаңағы соны танысып, сөйтіп зерттеп бақылағанмын осыдан 2 жыл. Тәкеге инвестицияға. Былтыр осы октябрьде Тәке жаңағы Қарағандыдан ашып жатыр екен, Астанадан ашып жатыр. Соны көріп, сосын Тәкеге айтқанмын, Тәке, мен ашсам қалай болар еді деп, Ақтөбеде деп, еліме деп. Содан Тәке деп сөзімді қолдап, ашатын болсаң аша қой деп, содан біздер деген ноябрьде сөйлестік, декабрьде уже аша қойдық осы компанияны Q4 Тұлпар Ақтөбе деп. Тәке өзінің қолын бізге ұшын беріп, қолдап, қаражат бөліп, жаңағы ашқызды. Содан біздерді оқуға команда жинап, оқуға шақыртып, Алматыға өздері жаңа компанияның несімен ақшасына бәрі компания жігіттерге бәріне жолын төлеп, тамағын, жататын орын бәрін төлеп, сөйтіп біздерді оқытып, осыдан біз кешеп январьда, декабрьдің аяғында келдік. Содан біз кірісіп кеттік, осыдан мына жердің бәрін рекламасын жасатып, бізге Алматыдан мебель бәрін жіберіп, астымызға мынандай әдемі тұлпар алып беріп, соны біздер бісміллә деп осы 3-4 күн бойы біз бастап кеттік жұмысымызды. Енді алғысымыз шексіз Тәкеге, Талғат Сақанға, Тәкенің семьясына да, папасы, мамасы бәрі де осылай Алла разы болсын, осындай ол тапқанына, осындай дәрежеге жеткізіп, осылай тәрбие беріп, біз жаңағы қасыма қаншама жігіттерді қосып, мен сіздерге айтатыным, әйтеуір көзім жеткенім, адал компания. Тәкенің өзі қандай, жігіттер қасында ер жүрген бәрі де осындай адал жігіттер, қазақ нағыз намысты қазақ жігіттер бәрі де. Енді сол Тәкеге көп рахметімді айтқым келеді. Осылай тек мынау біздерді, мына семьямызды осындай қуанышқа келді. Қаншама семья бар қуанып жатыр, қанша жігіттер миллиондап зарплата алып отыр қазір. Сол бәріне деген қандай көмек, қаншама жұмыс орын беріп жатыр. Сол бәрі Алла разы болып, осы бәрі де Тәкеге жаңағы беріп, мынау жақсы атақ алып, кеше 40-шы миллионер болып жатыр. Сол мен айтып жатырмыз, біздерде сіз миллиардер болсаңыз, Алла Тағалаға беріп, біздер миллионер болып артымыздан жолымызды қуып жүрейік деп. Осы біздің қазағымыз көтерілсін деп Тәке айтып жүр ғой, шаршамай айтады, қазақ деп, қазақ үшін деп. Сол біздің Тұлпар компаниямыз осылай қазақ үшін деп сіздерге бәріне жұқты болсын, бәріңізде осындай көлік алатындай болып, осындай Тәкенің қасына еріп, бәріңізде
компанияға келіңіздер, бізге бұйырса жақсы жағынан тек көресіздер. Ары қарай да осылай біздерді зерттеп қарасаңыздар, сіздерді біз қалай айтады, жаңағы сөзбен емес, әр нәрсені іспен көрсетеміз. Иә, іспен көрсетіп, бәріндегі жаңағы енді жақсы жағынан көрсетеміз деп тырысамыз біздер енді. Рахмет. Жеңгейді таныстырып өтіңіз. Келіншегім Айнұр ханым, осы біздің семьямызды бірге қосып, қасыма жұмысқа алайын дегенде сол жақсы деп қолдап, келіншегімізді кредитный отделге КСО деп алдық жұмысқа. Сол енді бұйырса семьямызбен жұмыс істейміз. Сол бөлімнің Айнұр ханым басшысы. Мына жерде мен бір нәрсені сіздерге айтқым келеді. Алдыңғы видеоларда да айтып жүргем, Макдональдс компаниясы Рэй Крок құраған кезде ол өзінің партнерларымен бірнеше өзінің осындай франшиза компанияларды ашқан кезде көп қателіктер жасайды. Сол кезде оған ерлі зайыпты бір кісілерді командасын алады, франшизасын береді. Сол кезде оның компаниясы арғартай дами түседі. Содан бастап ол өзінің жанына осылай ерлі зайыпты адамдарды алған кезде Макдональдс компаниясын қазір білесіздер қалай деңгейге көтеріліп, қалай дамығанын. Сондықтан да бұл жерде қалай оның түсінгені бойынша әйелі сыртта клиенттерді қарап, тосып алып, кішкентай балаларға тәттілерін беріп, солай қарсы алып алып тұрады. Ер кісі ішіндегі Макдональдстың ішінде не болып жатыр, сол процестердің барлығын бақылап, қадағалап, солай отырады. Сол кезде екі адам қосылып, міне осындай өте сұлу ханшайым қыздары болған кезде, міне осындай Айша сияқты, мен де қызым аты Айша негізі, Аллаға тәуба. Осылай жанұялық кәсіп жасаған кезде сіздің компанияңыз міндетті түрде дамымай қоймайды. Мен соған көзім жетті. Сондықтан қазір Айнұр ханым сізге сөз кезегі, өзіңіздің лебізіңізді білдіріп жеңіз. Хотел поблагодарить Талгат Мырза, что за предоставленную возможность показать себя, работу, видя, как стремится эта компания вперед. Өте дұрыс айтып отыр Айнұр ханым. Расында да автокөлік алу көп адамға арман. Біздің Q4 Тұлпар компаниямыз сол арманға қол жеткізу үшін жұмыс жасаймыз. Міне біз Қарағандыны аштық, Астананы аштық, қазір міне Ақтөбе ашылып жатыр. Қазір бізде Шымкенттен, Павлодардан, Өскеменнен, Тараз қаласынан ашуға осындай ұсыныстар түсіп жатыр. Біз қазір сіздерге осы компанияны қалай тез ашқанымыз, және де Қарағанды, Астана болсын, барлығы алғашқы айлардың өзінде қалай табыс әкеліп, компаниядағы, командадағы адамдардың барлығын біз өзіміз жинап бердік, оларды оқыттық. Осы мебельдердің барлығын, міне және автокөлікті де, және де осындай қандай 3D визуализация, қандай біз жақтан көмек керек, соның барлығын біз бір рет ашып көргеннен кейін, міне тез арада ашып, компания бірінші айлардан табыс көрсетіп, осылай серіктестіктермен біздің компаниялар ашылуда. Егер біздің компанияға серіктес болғыңыз келсе, біздің ашылмаған басқа региондардан сіздерге үлкен мүмкіндік. Бұның барлығы бізде құр ғана осылай сіздерге керемет видеода көрсетіп қана қоятын нәрсе емес. Әр нәрсені біз сіздерге сөзбен емес, онымен қатар іспен де осылай дәлелдеп көрсетіп келеміз. Алдағы осы 3-4 айда осы компанияның қандай табысқа жететін тағы сіздермен Алла қаласа міндетті түрде бөлісетін боламыз. Және де ең бір бізбен Q4 Тұлпар компаниясымен серіктес болғанда сіздердің табатын үлкен пайдаларыңыз, ол сіздің компанияға құйған серіктес болып сатып алған ақшаңыз 2 жылдан кейін өзіңізге толығымен қайтады. Және де сіз осы 2 жыл арасында компаниямен бірге тапқан табысыңыз бар, және де осындай компания құрып, ары қаратай бірге серіктес болып қалуға үлкен мүмкіндігіңіз бар. Қазір бізде шет елдерге шығу жоспарда бар. Сайдмұрат Давлатов мырзадан ұсыныс түсіп, тәжік халқыларына осы Q4 Тұлпар компаниямыз ашылатын болады. Және достар, біздің өте бір жақсы қуанышты жаңалығымыз Автосет KZ дегенді көріп тұрсыздар ғой. Енді осы болмайды. Q4 Тұлпар компаниясы өзіміз айтып жүргендей қазақтан шыққан компания, және де мына Автосет орыстың компаниясының қазір біз немесін алып тастаймыз. Өзіміз ғана жұмыс істейтін боламыз. Q4 Тұлпар компаниясы. Бұлай енді Автосет болмайды.
барлық жақта өзіміз дамимыз. Сондықтан Қазақ үшін Тұлпар компаниясының дамуына сізде өз үлесіңізді қоса аласыз. Қазақстан және қазақ деген аттың өзі егеменді, тәуелсіз дегенді білдіреді. Сондықтан тәуелсіз Қазақстанымызда осындай тәуелсіз компанияларымыз көп болсын, қазақтың компаниялары. Кефор Тұлпар компаниясының серіктесі Рақымжан мырза осы Ақтөбе қаласындағы алғашқы ең бір қомақты көзге көрінетіні ол 004 Кифо 04 регионы бойынша және де осы Ақтөбе қаласындағы компаниямыздың өмірі шексіз болсын деп Infiniti көлігін алып осымен бастап жатырмыз. Вот, Рахимжан, ваш ключ. Поздравляю вас с покупкой шикарного автомобиля. С наступающими вас праздниками. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо за доверие. Да, спасибо вам. Я хочу выразить благодарность вашей компании Infiniti, а также благодарность хочу выразить Талгату Сахану, таке нашему компаньону. Я хотел бы сказать, что вот такой человек мужественный, который вот он доверяет людям, покупает вот такие автомашины своим компаньонам, своим партнерам, доверяет людям. Хочу поблагодарить его родителей вот, за то, что они вырастили, воспитали такого сына, настоящего джигита. Вот. И хочу пожелать вам успехов тоже, продажи побольше вам, и чтобы мы были тоже с вами партнерами, и чтобы и мы у вас покупали машины, и вы у нас тоже покупали машины, чтобы и мы тоже поднимались по ступени выше и выше благодаря вот во главе Талгата Сахана. Всем с наступающим Новым годом, всем крепкого здоровья, счастья, успехов. Команде Талгата Сахана я хочу пожелать тоже успехов в работе, чтобы они все приобрели такие автомашины, чтобы у них тоже были партнерские отношения с Талгатом Саханом. Самое главное, чтобы у них в семьях было благополучие, спокойствие, чтобы у них детишки рождались, детишки были большими, которые родились, были такими же джигитами, как Талгат Сахан. И хочу пожелать это крепкого здоровья родителям Талгата Сахана. Ал біздің қысқаша шолуды өзім таныстырып өтейін. Бізде мына жерде 3D визуализациясын жасатқан болатымыз. Бұл жерде бізде ресепшн, яғни мына жақта клиенттеріміз келген кезде осы жерде бізде ресепшн қыз тосып алып, арғартай клиенттерімізді біздің менеджерлерге қарай өткізетін болады. Таныстырып, мына жақта бізде менеджерлер отыр, және де көліктерді қабылдау алу отделі отыр бөлімі, және де КСО отделі отыр, ол жаңа кредит беретін Айнұр ханым өзі сол бөлім басшысы, және де бізді көліктерді осы комиссияға шақыратын отдел осы жерде барлығы отыр. Мына жақта міне бізде автокөліктер тұрады, көріп өтсеңіздер болады, артымыздың барлығы жарық, жылы және жабық жерде. Осының мына Сәңкебайдың байында орналасқан, және де сыртта тағы автокөліктерді қоюға болады. Ары қаратай жүретін болсақ, бізде мына жерде руководителдер отыратын болады. Яғни клиенттерімізбен келіссөздер жүргізіп, осы екі кабинетті қалдырдық. Осы жерде бізде клиенттермен біздің бөлім басшылары переговор өткізетін болады. Ал енді біз ары қаратай тағы жүретін болсақ, осының барлық көлемі 2400 шаршы метрді алады. Және айтып өткендей жарық жылы жерде. Ал енді бұлай қарай өтетін болсақ, клиенттерге ыңғайлы касса. Одан кейін мына жерде бізде комиссияға қабылдайтын бөлім, колл-центр. Қазір сіздерге ашып ішін көрсетіп өтемін. Осының барлығын біз бір айдың ішінде өте тез уақытта жасаттық. Іші міне жып-жылы. Мына жақта міне колл-центрлер отырады. Бізде жаңа комиссияға көлікті қабылдайтын.
ары қаратай бізде гардеробный. Мына жақта біздің Алматыдағы, Астана, Қарағандыдағы барлық бөлімдерде адамдарға шешініп, өздерінің киімін ауыстыратын орындары бар. Онымен қоса бізде асханаларымыз бар. Барлық жағдайды жасауға компания тырысып жатырмыз. Және де бізде мына жерде тағы да өзіміздің таңғы сабақ өткізетін және де жиналыстар өткізетін осындай конференция залымыз бар. Бұл жерде әлі телевизорлар, басқа да құрал жабдықтар әкелініп қойылады. Сонымен қатар бізде қазір ең басты осы Q4 Тұлпар компаниясының бөлім басшысы, менің серіктесім Рахымжан мырзаның мына жақта кабинеті, мебельдері және де айттырмыз ғой, тағы да техникалары барлығы әкелініп, тағы да қойылатын болады. Қазір біздің компанияда рембрендинг болады. Өйткені бұрын біз Автосет компаниясымен бірігіп жасағаннан кейін олардың айтқан бізге условияларын барлығын біз қадағалаған болатынбыз. Енді өзіміз таза Q4 Тұлпар компаниясы Автосет компаниясыз жұмыс істейтін болғаннан кейін өзіміздің компанияның брендін жасайтып қалыптастыратын боламыз. Бренд бүгін бәрін. Оны болашақта көрсетеміз. Қазір тағы да бір мына жақта бізде бухгалтерия. Рәке, бұл не бұл жақта? Мына жақта бізде міне бухгалтерия болады. Осы жақтың барлығы міне өте ыңғайлы жұмыс жасағанға. Ал енді мен сіздерге тағы да бір көрсетіп кететін нәрсе бізде. Мынаның барлығы жабық жерде орналасқан, қазір өте жарық, терезелерінің барлығы үлкен. Біз мына жақта тап-таза көріп тұрғандарыңызда өздеріңіз. Мына жақта өзіміздің автомойкамызды және де жаңағы подъемник қойып, столарымызды жасау жоспарда бар. Алла қаласа, әрқашанда біз сіздерге сөзбен емес іспен көрсететіндей, бұны да алдағы уақытта сіздерге қалай болғанын көрсететін боламыз. Және де біздің әр қалада өзіміздің осындай зданияларымыз, және Қазан қаласына барған кезде білесіздер, паркингтерді қалай жасау керек екенін көріп келдік. Алдағы 2 жылда сондай паркингтерді өзімізге жасайтын боламыз. Мына жерде бізде біздің қызметкерлерге арналған асханасы, міне алғашқы мебельдері әкелініп қойылды. Әлі бұның ішінің барлығын микроволновка, басқа да техникалармен және орындықтармен толтырып қоятын боламыз. Ақтөбедегі компания өте жабық және де жарық, айтып тұрмыз ғой, жылы жерде жақсы орналасқан. Мына жерде бізде охрана болады және барлық жерде бізде видео камералар орналасқан. Солардың барлығын пультін осы жерге қойып, автокөліктеріңізді біздің компанияға әкеліп тастап кетсеңіздер, ол бір жағынан жылы жерде, жабық жерде және де камерамен жабдықталған жерде тұрады. Ал енді бізде мына жақта достар, біздің қызметкерлерге арналған өздерінің бірнеше, негізі біз компанияны ашқан кезде, мен бірнеше автосалондар алған кезде ең басты мәселе тәжірибеден көрген болатынмын. Кейбір адамдарға бізде бұл сабақ болсын сіздерге, осы әжетхана мәселесі болатын. Қазір бізде қызметкерлерімізге арналған өздерінің әжетханасы бар, және үлкен торговый залымызда ол жерде клиенттерге арналған өзінің арнайы әжетханасы бар. Мына жақта сіздерге сыртқа шығып тағы көрсетіп кетейік. Сырттағы біздің жазулардың барлығы қандай екенін. Сыртын біз осы көктемде бояп тағы да жасататын боламыз. Ал міне біз қазір сыртқа шықтық. Территория өте үлкен. Қанша көлік болса да сыйдыруға, сыртқа да қоюға болады. Ең бастысы бізде достар, қазақ үшін тұлпар деген сөзді Рәкең өзің патриот екенін білдіртіп, Рахымжан мырза осы қазақша жаздыртып, өйткені бізде батыс халқын білесіздер, намысқа тырысқан, қазақтың атына кір келтірмейтін халық. Не қандай бізде елімізде келіспеушіліктер бәрін бастаса да, осы батыстың халқы бастап жатады, қазақ үшін бастап жатады. Сол қазақ үшін бастап жатқан
осы автокөлік сауда үйі Рахымжан мырза арнайы қазақ үшін тұлпар деп жаздыртты. Автосетті жаңа айттық, алып тастайтын боламыз. Сонымен қатар бізде мына жақ жанында, көшенің алдыңғы жағында, сыртының өзін көріп тұрсыздар, автомобильный торговый дом және де автокөлік сауда үйі. Ішінен қараған кезде өтіп бара жатқан адамдарға барлығы көрініп тұрады. Болашақта өте жақын арада біз осының ішінің барын автокөліктерге толтыратын боламыз. Оған біздің командамыздың тәжірибесі де, оқуы да, білімі де, ауызбіршілігі де жетеді. Және де Ракеңнің басшылығымен Алматыдан біздің және де бөлім басшылар көмектесіп отырады, үйретіп білмеген жерлерін. Осылардың барлығы өте аз уақытта осындай Q4 тұлпар компаниясы Ақтөбеде өз жұмысын бастап жатыр. Осы Рахымжан мырзамен серіктестікпен. Осы жерден, осы яғни есіктен біздің компанияға келген, комиссияға келген көліктердің барлығы кіретін болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай далада қар және суық, мынаның іші өте жып-жылы. Және де біздің компаниялардың барлығында ең бірінші ұстанатын ұстанымымыз ол тазалық. Өздеріңіз көріп тұрғандай тазалық бар жерде, және оны алдыңғы видеоларда мен Рахымжан мырзаға айтып кеткен болатынмын. Тазалық бар жерге жаңағы ақша да келеді, береке бірлік те келеді, табыс та келеді. Сондықтан әр кезде осылай компанияны таза ұстап, және де команданың ауызбіршілігін біріктіріп, расымен де қазақ үшін еңбек ететін болсақ, біздің Қазақстанымыз өте тез арада дамитынына мен сіздерге сенімді түрде айта аламын. Ал Раке, серіктесіміз мәңгі болсын, жаңа Infinity сияқты, және де осы Ақтөбеде Q4 тұлпар компаниясы өте үлкен көлемде обороттар көрсетіп, осы командаңызда жүрген адамдардың барлығы өте жақсы жетістіктерге жетіп, және де өзіңізде осындай жарқырап жүре беріңіз. Басы өте жақсы басталып жатыр. Енді біздің компаниямыздың өмірі шексіз болып әрқашан аяғына дейін бірге болайық. Ал, рахмет. Жарыңызбен бірге, командаңызбен бірге осы компанияны дамытып деген ойлаймыз, Алла қаласа. Жігіттер, жаңа сендер болған жоқсыңдар. Біз Қазан қаласына барып, Қазанға өте үлкен тәжірибе жинадық та, бізде олардан озып кетуге өте үлкен мүмкіндік бар. Оларды озып кетуге. Ол үшін қандай нәрсе? Мен Ракеңді тыңдап, көмектесіп, барлықтарыңызға мысалы команда. Содан кейін бергендіш как раз біздегі осы бір адам, мысалы, бір адам ол жақтың 10 адамына тататын болады. Түсіндіңіз ме? Алла қаласа Алматыдағыдай зарплата болады. Олар да сразу сол зарплатаға жеткен жоқ. Басында 40 мың теңге алды. Бірге пол жуғыш жүрген кездеріміз болған. Паркингтің бәрін бірге тазалап жүрген кездеріміз болған. Ал енді қазіргі біздің міндет Q4 тұлпар деп, қазақ үшін тұлпар деп атымыз айтып тұрғандай, басында еңбек етуге тура керек. Бір адам айтты, 10 адамның жұмысын істеу мүмкін. Ол бірақ болашақта міндетті түрде қайтады сіздерге. Бізде Алматыда мынандай офис жоқ, өздеріңіз көрдіңіздер. Алматыда мынандай жып-жылы осындай мүмкіндік жоқ. Тағы да біз мүмкіндіктерді жасай береміз. Ан жақта столовыйға керек нәрселер, тағы да қандай нәрселер керек. Ал оның барлығына ең бірінші ақша керек өздеріңіз. Сондықтан да әрбіреуіңіз жақсы қызмет етсеңіздер, осы уақытқа шейін бір жерде істеп көрдіңіздер ғой. Қалай болды? Енді әрбір жерде істеп уақыттарыңыз жібергенше, кетіп жүргенше бір жерде істеп, компанияда, командадағы адамдардың бәрін қалай көтеріп жатқанын көріп жатсыздар. Сондықтан бұл сіздерге беріп жатқан мүмкіндік деп ойлаңыздар. Осының бәрін біз Ракең бар ұйымдастырдық. Ары қаратай алып кету осы командаға байланысты. Командаға байланысты. Өйткені
әрбір адамға ең бірінші жақсы өмір сүру үшін ақша керек. Бала шағасын қамтамасыз ету үшін. Ақшаны қайдан табасыздар? Ақшаны осындай компанияларға келіп. Сонда получается ең бірінші негізі сіздердің бұл жерде жүргендеріңіздің ең басты қағидасы өздеріңіз үшін жүрсіздер. Негізі әр адам осы жерде өз үшін жүр. Ал енді компания өз жағынан сіздерге жеке дамуға, жақсы ақша тауып, бала шағаларыңыздың бәріне жақсы жерде жүріп, жақсы киім киюіне өз жағынан барлық мүмкіндіктер жасайтын болды. Оны міне Алматы пример, Астана пример сіздерге, шетелдерге оқуға жіберу, ол әлі бізде тоқтаған жоқ, ол да бар. Өйткені, потом Алматы сіздерге көмектесіп, команда оқытып, не білет, үйреніп, оның барлығын біліммен бөлісіп тұрады. Сондықтан барлықтарыңызға сенім бірінші. Енді біз сіздерге сеніп отырмыз, сіздер де бізге компанияға сеніп. Әрбіреуіңіз отырмаңыздар. Осы уақытта автокөліктерді шақырып, жаңа мен айттым ғой, Шымкентте бір перекупщик бар. Өзі жалғыз 40 машина сатады. Өзі жалғыз ғана. Түсіндіңіздер ме? Ал енді қараңыздар. Өзі жалғыз 40 машина сатып, 5-10 миллион теңге ақшасын тауып отыр. Вообще жұмыс істемейді, үйінде жатады, телефонмен ғана есік алдында машина алып тұр. Ал енді сіздерде бұл жерге бүкіл условия ұйымдастырылып тұр. Ол жалғыз өзі. Машинаны там балалар жібереді, жұмдыртады, айтады, бүйтеді. Мына жерде міне команда бар. Сол адам сияқты, енді осындай адам жүріп 40 машина сатып алса, ол бізге сынды. Сондықтан ол үшін бүкіл мүмкіндіктер бар. Бүкіл неме перекупщиктер жинап алып, танысып алып, жақсы киініп жүрсіздер, түгел мүмкіндік бар. Сізге де рахмет, мына машиналардың бәрі сіз арқылы кіріп жатыр дейді. Жаңа командада айтып, нетіп отыр, команда арқылы. Сондықтан сенім сіздерге келесі кездескен кезде Алла қаласа әрбіреуіңіз өздеріңіз қалаған еңбек ақыларды алып, уже солай жұмыс істеп, солай кездесейік Алла қаласа. Әрбіреуіңізді көргеніңізге, біздің командада болғандарыңызға сенімдеріңізге рахмет. Бергеніңіз сіздер. Сіздер бергеніңіз жаңа күнделіктің. Тазалық арқылы бізге ақша келеді, береке келеді, ырыс келеді. Сондықтан мен жаңа ғана командаға бір неме айтқам, стол басында тұрамын дейді. Американ президенті НАСАға барды. НАСА деген біздің Байқоңыр сияқты жер ғой, ғарышқа ұшатын жер. Сол жерде барып, содан кейін осылай өтіп бара жатса, ең бірінші орысшаны өтіп жаңағы. Сол кісіден сұрап, сен не істеп жатсың деген кезде, ол мен пол жуып жүрмін деп айтпаған ол. Мен адамдарды ғарышқа ұшыруға көмектесіп жүрмін деп айтқанда. Сонда өзін ол умыртса ретінде көріп тұрған жоқ. Сондықтан сіз көшеде жүріп, жаман нәрсе істеп, ақша тауып отырмайсыз. Адал еңбегіңізбен, өзіңіздің күшіңізбен осы жерде ақша тауып отырсыз. Сондықтан мен де Кифлот компаниясына адамдардың көлік алуына үлесімді қосып жатырмын. Осындай қорда жүрміз. Сол ал сендерге, тем более менеджерлер осылай айтады, жаңағы қаншама адам келеді осы жерге. Сол кісілерге жақсы көлік алып беріп, расымен де Кифлот компания сіз көліктерді сатқызып беріп, мысалы шартты осында осылай жұмыла жұмыс істесек, сол кезде Кифлот компаниясы міндетті түрде дамымақ. Ол үшін осы жерде тұрған әрбір адам үлесі бар. Басында басталған кезде қиын болады, Москва сразу не строился, оны өздеріңіз білесіздер. Бірақ біз мысалы 3 жылда жеттік Алматыға. Ал енді біздің опыт болғаннан кейін, мынаның барлығын осылай құрап, бірақ айда істеп тастадық көрдіңіздер. Мана неме январ айындағы көтеріліс болып кетпесе, уже біз баяғыда жұмыс бастап кетіп жүрдік. Мебельдер де келді, басқалар да келді барлығы. Командада міне өздеріңіз тез жиналдыңыздар. Рахымжан мырзаны айтып отырмын, өте жақсы кісі. Енді Алла қаласа біз осы Ақтөбе қаласынан өте үлкен миллиард ақшаларды айналдырып, сіздер миллион ақша табатынына мен сенемін. Жақсы онда. Сау болыңдар. Ал сау болыңыз. Сау болыңыз. Ассалаумағалейкум. Бәрін не қақты бар? Ардал, сумкамды ала салшы. Нұржан деген бауырым білесіздер ғой.
Ассалаумағалейкум, қалайсың? Бізге Алматыға баласын ертіп келген болатын ашылу салтанатында. Қазір Ақтөбеде. Негізі өзі Ақтөбенікі. Менің ең алғаш Ресей қаласына газельмен өтіп, сол жаққа жаңа франшизаны алуға себепші болған бауырымыз, осы бауырымыз. Қазір міне өзінің жаңа қарамағында істеп жүрген бауырын осы жаққа жіберіп, қазір бізде компанияда жұмыс істеп жатыр. Осындай бауырларымыз көп болсын. Оның әрқашан да жанына ертіп жүреді. Негізі қазақ бір-бірін қолдап жүрсінші. Әрқашан бір-бірін қолдап жүрсін. Байыса қазақтан байысын. Тек қана алға. Молодец. Салонымыз тек қазақ үшін даму берсін. Амин. Айтқаның келсін. Біз кетіп барамыз енді. Жақсы онда. Көп болды. Жақсы, сау болыңыздар. Давайте. Жақсы, давайте, сау болыңыздар.